Біздің психиатриялық аурухана қаланың батыс жағында, ернеуіне тас қалаған шағын өзеннің жиегінде болатын. Аурухана ескеді, сылақтары түсіп қалған алапашақ кірпіш дуалының төбесінде әбден тат басып шіруге айналған қаңылтыр шатыры бар. Маңайында машина жүретін көше болмағандықтан төңірек ертелі-кеш құлаққа ұрғандай тып-тыныш болып тұрады. Көктем кезінде өзеннің сарқыраған дыбысын терезені ашып тастап, түнімен естіп шығасың. Тау жақтан жел соққанда арғы беттегі бақшада жемістердің қышқылтым иісі мұрынға келеді. Жазға шыға бала-шағаларымен күнге қыздырынуға келген қала халқы жағаға сыймай кетеді. Жалпы аурухана үйінің ескілі болмаса, тұрған жері психодертіне шалдыққандар үшін таптырмайтын орын. Сенбі күндері аулада туған-туысқандармен бірге қыдырып жүрген ауруларға ашық терезеден жалықпастан қарап отырар едім. Олардың науқастан азап шеккен жадау жүздері былайға жұртқа қорқынышты болып көрінетін, оғаш қылықтары, сөйлеген сөздері жаныма соншалықты ыстық. Мен оларды жанымдай жақсы көремін. Жақсы көремін. Олардың ешкімге ешқандай зияны жоқ. Егер дүниеге бар зиянкестікті тексерер болсақ, солардың бәрін жындылар емес, сау адамдар жасаған ғой. Біз тән ауыратындарға аяушылық білдіріп, оларды жақсы көре түсінеміз. Ал жанын дертіне шалдыққандарды көргенде көкейімізге әйтеуір өзіміздің аман екендігімізге шүкіршілік білдіретін қаскөй қуаныш тұрады. Ғаріпті аясаңыз, ақыл естен айырылғандарды аяңыз, соларды сүйіңіз. Мен сізді бір сенбіде алып барып, аурухана ішін аралатайын, асықпай әрқайсымен жеке-жеке әңгімелесіп көріңіз. Сөзсіз жақсы көріп кетесіз. Мен тіпті бақылау палатасындағы ең қауіпті аурулармен бірге ұйықтауға әзірмін. Қорқынышты дейсіз бе? Қорқынышты деген не тәйір? Жақсы көру жетіспейді. Жақсы көру арқылы бәрін жеңуге болады. Мен сонда істеген біраз жылдың ішінде бірнеше түрлі жайттерін басымнан кешірдім. Дерт көп, денсаулық біреу депті ғой бір халық. Не көп, аурудың түрі көп. Бірақ солардың ішінде бір оқиға есімде айрықша қалды. Март айының аяқ кезінде бізге жасы 17-лер шамасындағы бір қыз түсті. Қабылдау үстінде ата-анасы қыздың өзін-өзі бірнеше рет қылғындырып өлтірмек болғанын айтты. Маңындағылардың араласуымен аман қалған. Ал қыздың өзі мүлде басқаша баяндайды. Ол маған қастандық жасаған мынау, бұл менікі емес, мүлде бөтен қол, мені өлтіргісі келіп жүр деп өзінің оң қолын көрсетеді. Біз де мұны ішкі тұлғаның екіге жарылуы деп атайды. Психопатологияның бір түрі, яғни бір дененің ішінде екі түрлі жан иесінің кезектесіп не қатар өмір сүруі. Мұның бәрі мидың шешілмей жатқан жұмбақтары ғой. Шешесі қызының киімдерін ұстап тұрып ұзақ жылады. Қызды шомылдырып, аурухананың халатын кигізіп, бірден бақылау палатасына жібердік. Аты Алма екен. Қыз өте сұлу еді, шашы иығына түскен, бұйралау кекілі бар. Қатты азап шеккеннен екі қабағының арасына жалғыз сызық тік әжім түскен. Бірақ бой басы таза, өзін-өзі күте алатын секілді. Біздің бөлімшеге келгеннен кейін мен Алманы жеке бақылауға алдым. Тұйық, ешкімге қосылмайды, үнемі қорқыныш үстінде жүретіні көрініп тұр. Бір ғажабы, қыздың жүріс-тұрысынан, сөзінен сырқат белгісі байқалмайды. Бірақ ұстамасы өте қатерлі екен. Оң қолы шынында да өз бетінше ақылға сыймайтын әрекеттер жасайды. Оны ең алғаш кезекшілікте отырған күні көрдім. Сағат түнгі 3 шамасында ашық тұрған Алманың палатасына шыңғырған дыбыс шықты. Әлдеқалай шырылдаған телефонның трубкасын көтеруге үлгермей тұра жүгірдім. Мен палатаға кіргенде Алма керуетте жатыр екен. Оң қолы кеңірдегін тас қылып қысып алған. Сол қолымен жанталасып айырмақ болды. Сестра екеуміз оң қолға қатар жармастық. Қолын қайырып, керуеттің астына апарғанда түрі көкпеңбек болып кеткен Алма көзін ашты. Тұла бойы қалшылдап,
көпке дейін өзіне өзі келе алмады. Мен қолынан, бетінен сипап, үрейін басуға тырыстым. Ештеңе етпейді, Алма, қазір бәрі де басылады, дедім көзіне түскен шашын кейін қайырып. Бұндай әрекеттер жүйкенің шаршауына байланысты бола беретін құбылыс. Сен қорықпа, неге сонша дірілдейсің? Ештеңе де болмайды. Кәне, сабыр ет, мен сенің жанында әлі ұзақ отырамын. Көзінің қырымен оң қолға қарадым. Тағы бір әрекетке дайындалып жатқандай кереует астында біз қайырып қойған жерге қимылсыз жатыр. Сабыр ет, білдің бе, ертең жазылып шыққаннан кейін бізді туған күніне шақырасың. Туған күнің қашан? Сентябрь айы жемістің піскен шағы. Біз сенің туған күнінде мас болғанша лимонад ішеміз. Алманың түрінен көгерген түс кете бастады. Тұра тұр, терлеп кеттің, сүртейін. Мінекей, осылай. Әлде мен саған ертегі айтып берейін бе? Алма болмашы жымиды. Қалайсың? Алма басын изеді. Содан кейін үрейленіп өзінің оң қолына қарады. Қорықпа, дедім тағы бір қалыпты баяу дауыспен. Бұл сенің өз қолың. Жоқ, деп баж ете қалды Алма. Жоқ, менікі емес. Жоқ. Алма тағы да терлеп кетті. Мен Алманың кереует астындағы қолын ұстадым. Қолы дір ете қалды. Мінекей, ештеңе де жоқ, қорқатын түк те жоқ. Бұдан бұлай мен саған күнде жатарда әңгіме айтып беріп тұрамын. Жарай ма? Жарайды, деп аздап тынышталған Алма. Қарашы, қандай әдемі қызсың. Ертең жазылып шыққан соң біз сені киноға түсіруге жібереміз. Алма ептеп көңілдене бастады. Мен оның жанына там бозарғанша отырдым. Сол түннен бастап Алманың науқасы туралы жеке күнделік жүргіздім. Тіпті өзіме жеке ғылыми объектінің табылғанына қуанғанымды да жасыра алмаймын. Оң қол Алмаға тек қалың ұйқы құшағында енгенде шабуыл жасайды. Яғни өзіне қанша түсініксіз болғанымен өзін өзі өлтіру ниетін қыздың миында бар деген сөз. Бірақ ол ниет кімнің ниеті? Қайдан келген? Алманың бүкіл өткен өмірін, мінез құлқын, адамдармен қарым-қатынасын зерттей келіп, мұны өз басынан туған ниет деуге себеп таба алмадым. Бұл қалай да қанмен тұқым қуалап келген ниет. Науқастың шешесі, әкесінің әкесі бір кезде өзін өзі өлтірмек болған. Енді олар әлдебір құпия заңдылықпен Алманың санасында тұрып, өздерін өздері өлтіргелі келеді. Бірақ олардың өздері жоқ. Санасының иесі қыз өлуге тиісті. Әлгі ниет қыздың организмі толық тыныштықта енген кезде таңғажайып қатерлері рефлекс арқылы оянып, оң қолға сигнал береді. Ұстама 3-4 күнде бір, кейде тіпті күн сайын болып тұрады. Алма үрей мен шала ұйқыдан мүлдем жүдеп кетті. Біз енді оң қолды кереуетке байлап тастайтын болдық. Бұл алғашқы кезде жақсы нәтиже берді. Алма бір аптадай тамаша ұйықтап жүрді. Бірақ оң қол басқа бір қулық ойлап тапты. Ол Алманың көзі ілінісімен байлаудан жұлқынып, дамылсыз ырғап оята бастайды. Ұйқысыздықтан азап шеккен Алма галлюцинацияға ұшырады. Енді оң қолды байлаудан босатып, тек түнгі сағат 3 пен 5-дің арасында бұрынғыша күзетіп отыратын болдық. Шынымызды айтсақ, күзеткеннен басқа ештеңе бітірмедік. Ешқандай дәріден де, электртерапиядан да, қайта электртерапия жағдайды қиындатып жіберді. Әсер болмады. Сенбі күні сағат 9-дан бастап Алманың шешесі мен ағасы келді. Құлыным, дейді анадайдан шешесі. Қалайсың, құлыным? Алма үнсіз басын изейді. Шешесі үйден әкелген тағамдары мен жемістерін сөмкесіне шығара бастады. Керегі жоқ, дейді Алма басын шайқап. Тамақтың керегі жоқ. Содан кейін ораулы жемісті алып, отырғыштың үстіне қояды. Шешесі мен ағасы Алманың түріне қарап біраз отырады. Құлыным, дейді шешесі орамалымен көзін сүртіп. Сосын өткен түні өзге қонақтар келгенін, олардың Алма жататын палатаның нөмірін сұрап алғанын, алдағы сенбіде келіп қалулары мүмкін екенін әңгіме қылады. Алма үндемейді.
Шешесі Алманың бір құрбысының телевизордан тақпақ оқығанын айтады. Алма қабағын шытады. Шешесі қыздың түріне үнсіз барлай қарап, қабақ шытудың дерттен болып отырған құбылыс деп өзінше ұғып жым болды. Олар үйлерінде болып жатқан әрбір қызық оқиғаның Алмаға шаншудай қадалатын түсінбейтін. Жандарына мен келемін. Шешесі бүкіл бәледен құтқаратын құдірет менің қолымда тұрғандай маған сұраулы, жалынышты көзбен қарай береді. Мен Алманың шашын сипаймын. Алма ертең-ақ жазылып шығады деймін сенімді, көтеріңкі дауыспен. Сендер бекерге қайғыра бермеңіздер. Бізде дертті асқынып кеткен аурулар да жатыр. Оның жанында Алманыкі ойыншық қой. Қызы мүлде жазылып шыққанда шешесі есі шығып, қуанып қайта-қайта орамалын алып, көзін сүртеді. Айтқаның келсін айналайын, дейді дауысы қалтырап. Бағын ашылсын, бақытын жансын айналайын. Содан кейін бір айтқан сөзін әлденеше қайталап, Алманың сүт кенжесі екенін, көзінің қарашығындай аялап тәрбиелегенін, үйде де, түзде де тірі пендеге қақтыртып көрмегенін, ал енді мына дерт ешқайсының тұқымында болып көрмеген сұмдық екенін айтып, мұңын шағады. Олар Алманың көңілін қайтып аулау керек екенін біле алмай, бір-біріне жалтақтап қараумен түске дейін уақытты өткізеді де, аһылап, уһілеп, көздерін жастарын сығып үйлеріне қайтады. Алма ештемеге селт етпеген күйі мелшиіп қала берді. Дүниедегі ең қиын зат жалғыздық қой. Төңірегіндегі іштегі қайғың мен қуанышыңды өзіңмен бөлісе алатын жан, серік адамдар барда. Тірліктің де, өлімнің де бір мағынасы болу хақ. Бұдан рас, өлімнің салмағы жеңдеп кетпейді. Өлім қашанда қорқынышты, бірақ сенің өлімнен қашып тіршілікке ынтығуының өзі сол тіршіліктің мағынасы барын дәлелдейді. Ал жер бетінде бүкіл тіршілік атаулы жойылып, әлемде жалғыз қалған бір сәтінді елестетіп көрші. Мұндайда өлім қорқынышты емес, керісінше тірлігінің қорқынышты болмақ. Алма бойындағы рухани жалғыздық та осыған ұқсас бірдеңе еді. Мен Алманың жалғыздықтан құлазыған көңіліне қалай да олай жалғыз қарасын болып енгім келеді. Ойға алған мақсатыма берілгенім сонша, күн сайын түнгі кезекшілікті бір өзім атқарып жүрдім. Мен қатерлі ұстамнан қай мезгілде болатынын жақсы білемін. Сондықтан дәл осы уақытта Алманың қасында болып, оң қолын бақылап, кейде тіпті тас қылып ұстап отыратынмын. Бірде ұйықтап жатқан Алманың жанында кітап оқып отырғанмын. Кенет төңіректе әлде бір қимылдың болғанын сездім де басымды көтеріп алдым. Сол кезде мен оң қолдың кеуде басымен алқымға қарай жылан секілді ақырын жылжып бара жатқанын көрдім. Бұл шынында да өте қорқынышты көрініс еді. Алманы оятып алмауға тырысып, барынша еппен қолды қыса ұстап, керуетке бастым. Қол бір-екі рет жұлқынды да қайтып қарсыласпады. Алма оянып кетті. Маған әлде кімді ажырата алмай отырғандай түйіле қарап біраз жатты. Сосын жұп-жұмсақ алақанымен менің қолымды сипап жатып, қайтадан көзін жұмды. Бірақ көп ұзамай шошып оянды. Үрейлене шыңғырған Алманы әрен дегенде тоқтаттым. Не болды? Неге шошындың? Түс көрдім, деді ол дірілдеген үнмен. Қандай түс? Қылғындырды, деді дауысы одан сайын дірілдеп. Мен тіксініп қалдым. Егер оң қолы түсінде қылғындыра бастаса, оған менің еш қайраным жоқ еді. Тек Алманың қорқынышын басу үшін ол әншейін көп ойланғаннан болатын түстер ғой, дей бердім. Мен тірі болсам, сені аман сақтап қаламын. Түсінемісің, мен сені күзетіп, күні-түні отыруға бармын. Тек сен бүйтіп қорықпа, маған сен. Алма менің мойнымнан құшақтап, жылап қоя берді. Кішкентай балаша көз жасына малшынған бет-аузын
бетіме үйкеді. Аузыма көз жасының кермек дәмі келді.